Иман-Жүсіп 16 бөлім. Құтпанды ауыл-аймағымен көшіріп, Күйгенжарды Александровтарға беру керек. Қараөткел билеушілерінің көпшілігі осыған қол қойды. Райымхан Шолақоязға барып айтып еді, ол да мақұлдады. Осы бұйрықты орындатуға Күйгенжарға кісі жіберетін болды. Райымхан Пересыпкинге сен барасың деп еді, ол Иман-Жүсіптің қамшысынан зәрезап болып қалған екен. Қалш-қалш етіп аяғын баспады. Осы арада орнымнан жұлып тастасаң да бармаймын деп байбалам салып отырып алды. Қамшымен бір тартқанда Бестайғырдың шабын жарып жіберді. Қолына сойыл алса, айбалта, қылыш алса не болады? Жан шыдата ма ол? Басымды кессең де бармаймын. Райымхан Чулаковқа барып айтып еді, ол Пересыпкинді шақырып алды да барасың деді. Сен патшаның құлысың. Отқа өртеймін десе де, суға ағызам десе де еркінде. Пересыпкин бас тарта алмады, көнді. Бірақ жалғыз жіберген жоқ оны. 3 стражник қосып берді. Бұл аз десең, қалғанын өзін тап деді Райымхан. Ақырында Күйгенжарға бір топ адам аттанды. Райымхан болыс өзі бармай қалды, қорықты. Күйгенжардан көш дегенде тып-тыныш көше қоятын Құтпан балалары жоғын білді Райымхан. Жанжал болады. Жанжал мен сөзбен тынса ештеңе етпес еді. Қырғын төбелес болады. Иман-Жүсіптің қамшысы бір жеріне оқыс тиіп кетіп, қалпақтай түсірсе, Алла сақтасын, айта көрмеңіз. Бара салып 10 шақты үйді көшіріп тастаңдар да, Александровтарға солардың орнын алып беріп қайтыңдар деп аттандырды болыс Пересыпкин бастаған 10 шақты адамды. Жіберген адамдары 2-3 ақсақал, бір молда, 2-3 ауылнай старшын. Күн сәскеге көтеріле Құтпан үйінің сыртынан келіп, бір топ адам аттарынан түспей тұра қалды. Аттан түсейік, үйге кірейік, Құтпанға сәлем берейік, жайғасып отырып айтайық шаруамызды деді молда. Оған Пересыпкин көнбеді. Ол не дегенің молдеке? Иман-Жүсіп бәрімізді орнымыздан тұрғызбай қырып салсын дегенің бе? Білем мен оның жайын. Аттан да түспейміз, үйіне де кірмейміз. Бар, сен барып біреуін шақырып шық деп шеткерек тұрған бір жігітке бұйырды. Ол атынан түсе қалып, шылбырын жанындағы серігіне ұстата салды да үйге қарай жорғалай басып бара жатты. Үйде Құтпан ояу екен. Ақшабайдың Тұрсынбайы мен Иман-Жүсіптің тұңғышы Дәулетхан екеуі шалдың екі жағында. Біреуі іргеге қарап, біреуі от жаққа қарап ұйықтап жатыр. Үміш далада, жер ошақ басында құрт қайнатам деп от тұтатып жүр. Иман-Жүсіптің отауы үйден бөлек, бірақ алыс емес. Өзі әлі төсегінен тұрған жоқ, ұйқылы ояу жатыр еді. Үй сыртынан аттың дүбірі естілгенде көзін ашып алды. Құтпан үйіне бір жігіт кіріп барады. Қамшысын екі бүктеп қолына қысып алыпты. Басында бір құлағын ішіне қарай жымқыра киген елтірі тымақ. Қой жүні шекпенінің белін қайыс белбеумен буынған екен. Төсегінің үстінде таспиғын тартып, көзін бір ашып, бір жұмып отырған Құтпан, жігіт кіріп келгенде ұйқыдан шошып оянғандай жалт қарады. Әлік салам, қай баласың қарағым, танымай қалдым. Қаладан келеміз. Үй сыртында бір топ адам тұр. Біреуі шығып жолықсын дейді. Оларың кім қарағым? Үйге неге түспейді? Ол арасын білмеймін. Орталарында Оязнайдың өреднігі Пересыпкин бар. Құтпанның жүрегі шымыр ете қалды. Пересыпкин тегін жүрмейді. Оның Иман-Жүсіпке тісін қайрап жүргені белгілі. Атарға оғы жоқ. Иман-Жүсіп төсегінен тұрып, бұл не дүбір екен деп жабықтан қарап еді, үй сыртында самаладай болып 10 шақты адам тұр. Қабақтары қатыңқы, түстері суық. Біреулерінің жамбастарында сапы, тегін емес, көбін таныды. Біраз жылдан бері Иман-Жүсіптің бойынан қару кеткен емес. Қаруының ең сенімдісі дойыр қамшы. Одан кейінгісі белбеудің оқшантайындағы ұзындығы бір қарыстай 200-ді мүйіз сапты қанжар. Киініп далаға шықты. Алдына ақсақалды адамдар мен молданы салыпты. Шаруаларының бетін білмей ұрынбайын деді ме, жақындап келіп сәлем берді. Молданың әлік салам дегені көмескілеу естілді. Ат үстінде тұрған ақсақалдар еріндерін қозғады.
Иманжүсіп үйден шыққанда-ақ Пересыпкин шеттей беріп еді. Мойнында алақандай жез знагы бар мосқал тартқан ауылнай атын тебініп қалып ілгері шықты. Ол бұрын Иманжүсіпті көрген жоқ екен. Еңгезердей денесіне, әдемі мұртына, түйілген қабағына, қоңқақтау келген мұрнына, ақсұр өңіне қарап, сен Иманжүсіп шығарсың, деді ол ішінен. Бері таман кел, мырза. Келдік, деді Иманжүсіп жақындай түсіп. Келсең, біз болыстың, Ояздың жұмсауымен келіп тұрған адамдармыз. Осы ауылға солардың бұйрығына келдік. Айта беріңіз, қандай бұйрық? Осы арадағы 10 шақты үй өздерің бас болып көшсін дейді. Не дейді, деп қалды Иманжүсіп. Қапелімде құлағым шалыс естіді ме дегендей. Қайта айтыңызшы. Бұл арадан көшсін дейді. Күйгенжар былтырдан бері көшіп келіп, іргесін бекіте алмай жатқан қарашекпендерге берілсін деп бұйырды ұлықтар. Қойыңыз, бекер шығар. Бекер деп, біз 10 шақты адам топтанып, қалжыңдап тұр дейсің бе? Қағазы да бар. Әй, өредник, көрсетсейші қағазын. Пересыпкин омырау қалтасынан 4 бүктеулі қағазды алып, сауатты стражниктің қолына берді. Оқы. Стражник оқып шықты. Иманжүсіп орысшаға да жетік. Рас, қағазда да әлгі айтылған сөздер. Бере тұршы. Қағазды қолына алды да, басынан аяғына дейін бір қарап шығып, жыртып-жыртып ұшырып жіберді. Бар. Қағазды неге жыртасың, деп стражник ақырып, сапысын суырып алып, атын тебініп төніп келе жатты. Иманжүсіп атты қақпастан қамшымен тартып жіберіп еді, ат бір қарғып түсті де, басын тұқыра шайқап ала жөнелді. Стражник аттан ұшып түсе жаздады. Сапысы қолынан шығып кетті. Жабылыңдар, кәззап конократқа, деп ақырды Пересыпкин. Келіп көріңдер, бәріңді де жайратам, деп Иманжүсіп қамшысын білеп, белбеуінен қанжарын суырып алды. Келгендер жандарынан қорықты, еш қайсысы бата алмады. Шегіне берді де, Пересыпкиннің өзі бас болып, Қараөткелге қарай шаба жөнелді. Күйгенжарда, Қаратоғайда отырған 2-3 ауыл үрпиісіп қалды. Қала жақтан бір топ адам ел төсегінен тұрар-тұрмастан желе жортып келе жатқанын бәрі де көрген. Құтпан үйінің жанына келіп тоқтағанын, шаң-шұң дауыс шыққанын, біреуінің астындағы аты тулағанын, есіктерінің алдына шығып байқап тұрған. Келген топ көп бөгелмей қайта шаба жөнелгенде, не болғанын білмей бәрі де аңтарылып тұрып қалған. Сен жүгіріп барып біліп келші, деп бірін-бірі жұмсап тұрғанда, Құтпанның өзі бас болып, балалары ер жетіп тізгінге ие болуға жарап қалған Ақшабайдың Тұрсынбайы, Иманжүсіптің Дәулетханы, Шоңайдың Батталы үлкен үйдің алдына жиналған. Қарларында жүген бір жаққа жол жүретіндей ықшам киініп шығып жатты. Белдерін буған, үйден ер тоқымдарын ала шығып жатты. Құтпан да, Иманжүсіп те, басқалары да бұл шаруаның мұнымен бітпейтінін, түбі бір сойқан болатынын сезіп тұр. Құтпан зар иледі. Ұлықтан аулақ жүр, онымен тіреспе. Айтқанына көне бер, деп қанша айттым мен саған, балам. Міне енді қалдың бәлеге. Ұлық айтты екен, айтқанын істетпей тынбайды. Көшіреді бұл арадан бізді, көшіреді. Осы маңайда қалдырса жарайды ғой, Тескентау өткізіп жібермесе. Көш десе, таңдаған жеріңді ал десе, не айтамыз, соны ақылдасайық та, деді момын. Шаруа бағудан артық ештеңе жоқ, деп басқаның сөзіне араласпайтын Ақшабай. Көшпейміз осы арадан. Пересыпкин айтты екен, шошаңдаған мылтығы бар 2-3 солдатпен ет жеп, қымыз ішуден басқаны ойламайтын әне бір шалдар айтты екен, деп көше салғанымыз өлім емес пе? Көшсек те өлім, көшпесек те өлім. Мен қозғалмаймын. Қасықтай қаным қалғанша соғысып өлемін, деп Иманжүсіп шиыршық атты. Олай деме, Иманжан, деді Ақшабай. Өзінен мүшел жас үлкен ағаны Иманжүсіп сыйлайтын еді. Алдынан көлденең өтіп, бетін қайтарып көрген еместі. Арғы кезде үлкен аға деп келді де, бірер жылдан бері аха дейтін. Менің ойымша, бұл бізге Пересыпкиннен, әйтпесе жаңағы шалдардан келген пәле емес. Мұның түбі әріде жатырма деп ойлаймын.
Тіпті осы жұмыс Райымхан болыстың да бізге деген қысастығы емес шығар. Бұл ара былтырдан бері көшіп келіп жатқан қарашекпендерге анау Александровтарға беріледі деді ғой. Осы сөз рас болса, бұл патшадан келген бұйрық. Күйгенжар мен Қаратоғайды Құдай мен патшадан басқаға Жылқыбай ұрпағы да бере қоймаса керек еді. Бұл патшаның әмірі болды. Патшаның хұзырына қарсы келген адам оңбайды. Одан да айтқанына көнейік, көш деген жеріне көшейік. Иіліп жастық, бүгіліп төсек болып, осы маңайдан қолайлы жер сұрап көрейік. Анау Қарасу маңы, мына тұрған Бабатай әзір бос қой. Солардың бірін берсе, ерегісе бермей көшейік. Патшаға қарсы шығамыз деп жүргенде, малымыз айдауға, басымыз байлауға түсер. Әкей айтқандай Тескентау өтіп кетіп жүрерміз деп, сабырлы Байсалды Ақшабай көп сөз айтып барып тоқтады. Ол бір қолымен шаруа бағып, бір қолымен Құран ұстаған адам болғанымен, ертеңгісін де ойлайтын, бүгінгіні де түсіне алатын ойлы адам еді. Мұның сөзі Құтпанға да, Шоңайға да ұнады. Солай балам, деді Құтпан. Ақшабай дұрыс айтады. Иманжүсіптей ірі, алыптың күшіндей күші болмағанмен, Шоңай дене жағынан да, бірде бірге келгенде күш жағынан да құралақан емес еді. Бірақ жүрек жағынан келгенде інісіне тартпағанды. Бұл ма, деді ол. Әлі бір күні Райымхан болыс өзі бас болып әтірет әкеледі. Бүкіл Күйгенжардағы ауылды өртейді. Өз үйімізден өзіміз үркіп шығамыз. Қырсығымыз өзімізден асып, мына қой аузынан шөп алмайтын момын ағайынға тиеді. Қазір атыңа мін де Райымханның алдына барып аяғына жығыл, кешірім сұра. Жаздым, жаңылдым, айтқаның болсын де. Әйтпесе мұның аяғы тегін бітпейді. Иманжүсіп үндеген жоқ, қанын ішіне тартып алыпты. Денесінен діріл байқалады. Ашу қысса сөйтетіні бар еді оның. Оқты көзімен Ақшабай мен Шоңайға бір-бір қарады да, теріс айналып жүріп кетті. Әкесінің де, екі ағасының да сөзін ұнатпағаны белгілі. Көп ұзаған жоқ, бір жұмадай өтті-ау дегенде Ақшабайдың айтқаны дәл келді. Көк пеңбек қару асынған 20 солдат қылыштарын жарқылдатып, Күйгенжардағы ауылға шауып кірді. Ауылдың шетіне кіре бере 2-3 рет мылтық атып жіберді. Екінші жақтан былтырдан бері шамасы келгендері шым ойып, баспана тұрғызып алған. Шамасы келмегендері қамыс күркелердің астында жатқан қарашекпендер шұбырып келе жатты. Райымхан болыс оларға күні бұрын хабар айтып, ауылға солдат кіргенде, сендер ар жағынан сау ете түсіңдер деп дайындап қойған. Бұл топтың алдында Александров, оның 4 баласы. Ақшабай мен Шоңай сөзі Иманжүсіпке де ой салып еді. Күні-түні қалай болар екен деп терең ойда, ұйқыдан да астан да қалған. Тек күндіз 2 тазысын ертіп, ауылдан қой өрісі жердегі бұйраттан қоян алдырады. Әйтеуір қамсыз емес. Әнеугі шатақтан кейін бір ту қой беріп, 10 шақты оғы бар бесатар тауып алған. Ол мықынынан қалмайды. Сарала ат пен Теңбілкөк белдеуден кетпейді. Екеуі ерттеулі, тоқ жарау, айт десе ата жөнелуге дайын. Ерке күрең бос болғанмен алыс кетпейді, үй жанында оттайды. Ана 2 аттың жанында. Сол күні Иманжүсіп Теңбілкөкке мініп, қолына қаршығасын алып, Нұраның жағасына бармақ еді. Қаршығаға үйрек ілдірмек. Енді аттана берем дегенде, ауылдың алды-артынан айғай-шу шықты. Аттың дүбірі естілді, мылтық атылды. Иманжүсіп қаршығасын қоя берді де Теңбілкөкке мініп алды. Ауылдың арғы бетінен жер қайысқан жаяу қаптап келеді. Қолдарында айыр, тырнауыш, күрек, қабығы аршылмаған қайың, қарағай сойыл. Бұлардың артында 2-3 салт атты. Біреуін таныды Иманжүсіп. Әнеугі келіп кеткендердің ішінде жүрген ауылнай старшын. Оң жақ төсінде алақандай жез бар. 2 жағында 2 стражник. Олардың қолында қылыш. Топтың алдында Александров, оған таяу өзінің үлкен ұлы Егор. Бұлар көптен дәмдес, әбден араласып кеткен адамдар.
Күйгенжардағы ауылдың ағаш жұмысы осы Александров пен балаларының қолынан шығады. Екі аяқ арбаның түсіп қалған қимасын, сынып қалған шабағын, қиюы қашқан есікті жөндеп беріп, тамағын тойғызып, ол аз болса ақысын алып олжалы қайтатын да, шыға бере жол бойы үйіне жеткенше, үйіне барған соң да спасибасын жаудыратын. Құтпан балаларының бұларға дегенде қолы ашық, пейілі кең. Александров көріп қалса, кел, жоғары шық, шайға отыр, қымыз іш, ет же деп қалбалақтап қалатын. Александров Иманжүсіпке ыржиып күле қарады. Здрау, Тамыр. Қайда барасыңдар шұбырып, ентелеп деймін. Мыналар айдап келе жатыр деп, Александров артындағы 3 салт аттыны нұсқады. Қайда айдап келеді? Күйгенжардағы ауыл көшетін болды. Соның орнын сендерге алып береміз дейді. Қару саймандарыңды ала жүріңдер. Қарсылық көрсеткені болса, аянбаңдар деді. Кім айтыпты? Солай деп болыс бұйрық берді дейді мыналары. Иманжүсіп бұл оқиғаның түп тамырына түсінді. Мырс етіп күлді де, Күйгенжарда атам заманнан 5-6 ауыл отыр. Солардың қайсысы екен көшетін деді. Ол арасын айтқан жоқ. Бізге қоныс болса болады. Қайсысы көшсе де бәрібір. Біздің ауыл көшсе, орнын басып қалар ма едіңдер? Сендерді көшірсе, неге баспаймыз? Бізге жер керек. Солай еді де, Тамыр. Ойың әріде жатыр екен ғой сенің. Жаңа түсіндім. Қойнымызға шұбар жылан кіріп алғанын білмеппіз ғой. Біздің ауыл көшпейді. Александров, есіңде болсын. Күйгенжарды сен оп-оңай ала қоймассың. Қан төгіледі. Көшетін ауыл жоқ. Бос қалған қоныста жоқ. Қайтыңдар. Бәсе, айтып едім-ау, осының түбі бір шатақ емес пе екен деп. Қой, қайтайық балалар деп, Александров артына бұрылды. Бұлар неге бөгелді дегендей, арттағы 3 солдат шауып келді. Ауылнай старшын Иманжүсіпті таныды. Бұлар неге тоқтады? Кім тоқтатты? Тоқтатқан мен емес, өтірікке малданып, даурығып келе жатыр екен. Мән жайдың дұрысын айтып едім, өздері ойланып қалды. Қайтпақ болып тұр. Қайтпайсыңдар деп айқайлады ауылнай. Жүріңдер. Құтпан балалары көшіріледі. Мекені сендерге тиеді. Болыстың да, Ояздың да бұйрығы осы. Мә саған бұйрық деп, Иманжүсіп ауылнайды атынан жұлып алып, жағасынан сілкіп-сілкіп жіберді. Ауылнайдың басы зіркілдеп, көзі қарауытты. Алла, өлдім деді тек. Аты ойнақтап шыға жөнеліп, Қараөткел қайдасың деп шырқап барады. 2 стражник аттарын тебініп, әкіреңдеп келе жатты да, есеңгіреп қалған ауылнайды көріп, шегіне берді. Бата алмады. Құр айғайлап, жүріңдер, жүріңдер деп, қалың топтың артынан тықсыра берді. Бұл екі арада жан-жақтағы ауылдардан жаяулаған, жалпылаған, бірі атқа, бірі өгізге мінген халық жиналып қалған. Бұлар не болып жатқанын біліп жиналған жоқ. Жиылған топты қызықтауға, не боп қалғанын білуге анталап келген халық. 3 стражник шегіне-шегіне қалың топтың ортасына барған. Ілгері басуға бата алмай, арттарына қарайлап жалтақтай берген қарашекпендерді арғы бергісінен түк қалдырмай сыбап, қамшыларын суылдатып, қылыштарын жалақтатып, жүрлеп аттың бауырына алып тықсырып келеді. Иманжүсіп теңбілкөкті орғытып, топтың о шетіне бір, бұ шетіне бір шығады. Бұл қарашекпендерді боқтап, балағаттап жүрген жоқ. Арандатқанға ермеңдер, босқа таяқ жейсіңдер. Қырғын соғыс болады. Көрші қонып тату отырған ауылдармен араларың ашылып кетеді. Көшеде деп тұрғаны менің ауылым бұлардың. Өтірік, мен ешқайда көшпеймін. Ауылнай түгіл Оязнайдың өзі келсе де көшіре алмайды. Күйгенжардың Қаратоғайын менің бала кезімде Қараөткелдің аға сұлтаны Көлбай ак тілеп әкеме кесіп берген. Ортада 50-ге тарта адам қыспақта қалды. Кейін де шегіне алмайды, ілгері де баса алмайды. Жан-жақтағы ауылдардан анталап, қаптап келген қазақтар Иманжүсіпті таныды. Соны пана тұтты ма, ауылнай мен стражниктердің тісі батып қалған екен. Келақ батырсынып, шетінен боқтап, жіберші жіберлеп күжілдеп кетті.
Иманжүсіптің қойыңдар, тоқтаңдар дегеніне қараған жоқ. Біреулері Ауылнайға тас атты, біреулері қамшысын біледі. Біреуінің лақтырған тасы келіп, Егордың шекесіне тиіп кетті. Бас жарылып қан шықты. Ашуға булыққан Егор атып шықты да, тас лақтырған қазақты қолындағы 3 тармақты ағаш айырдың сабымен салып қалды. Қазақ жалп етіп құлады. Көзі ақшаңдап, қол-аяғы сіресіп, үзіліп бара жатты. Қазақтар түгел ой бауырымдап лап қойды. Кісі өлімі болған соң аяғы насырға шабатынын сезді қарашекпендер. Александровтың өзі бас болып кейін шегінді. Қазақтар мен орыстар қырғын төбелеске кіріп кетті. Тигені бірін-бірі ұрды, тимегені жерді ұрды. Иманжүсіп орыс пен қазақтың арасында арашашы болып жүр. Ауылнай бір стражниктің артына мінгесіп, төбелес басталғанда-ақ зытып отырған. Олар кісі өлімінің жаласынан қорыққан жоқ, Иманжүсіптің өзінен қорықты. Қолына түссе, Ауылнайды да, стражниктерді де оңдырмайды ол. Тоқтаңдар, шегініңдер деп ақырды Иманжүсіп. Оның даусы да айбынды шықты. Түсі бағанағыдан да қашып кеткен. Қазақтар кейін шегінді. Биенің бір сауымы өтпей, Қараөткелден фельдшер келді жетіп. Оның соңынан Болыснай мен Оязнайдың адамдары қаптап жүр. Фельдшер келе өлген адамның жанында еңіреп, жылап отырған қазақтарды тұрғызып жіберіп, өлікті көрді. Лазаретке алып жүріңдер. Пар ат жеккен 4 аяқты арба жердің шаңын аспанға көтеріп жөнелгенде, қазақтар аттысы атты, жаяуы жаяу арбаның соңынан шұбырды. Егор кісі өлтірген айыпты адам ретінде дереу Қараөткелге жеткізілді. Қазақ пен орыстың екі дай болып төбелескенін, бас жарылып қан шыққанын, кісі өлгенін естіп, Райымхан болыс соңына 40-50 адам ертіп, ауылға шауып кірді. Араларында Әубәкір қожа да, Тәшти Хазірет те, Иманжүсіптің қорлығы өтіп, тісін қайрап жүрген Жарымхан мырза да бар. Бұлар қаладан шығақ, ой бауырымдап ауылға таянып келгенде, аттарынан жығылып, үй сабалай келді. Бұл кезде мұндағылардың бәрі кісісі өлген ауылға үймелеп жатқан. Жақын ауылдардан қызық көруге келген балашаға тарап кеткен. Иманжүсіп те үйіне кетіп еді. Ол қазір бел шешіп кіріскен жоқ. Даудың алды қалай қарай бұрылар екен, арты не болар екен деп бағып жүр. Райымхан болыс келе айқай көтерді. Мұның қаны Құтпан баласының мойнында. Өлтірген орыс жігіті болғанмен өлтірткен сол. Қанға қан. Мұндайда қазақ атамның тоқтайтын жері жоқ. Құдай алдында да, Ояз алдында да сол береді жауабын. Солай, солай. Дұрыс сөз, дұрыс деп шулап кетті кісі өлген ауылдың адамдары, алғашқы ашудың айтуымен. Иманжүсіптің алдына жылап еңіреп Александров келген. Өзіңнен бір жақсылық болмаса, кетті ғой біздің Егор, Сібір айдалып. Өзің көрдің ғой. Егор ол қазақты әдейілеп ұрған жоқ, қатеден тиді. Қолы тайып кетті ме, кім білсін. Шекесіне тас тиіп қан шыққан соң, жас ит қой, ыза буып кетті ме. Әйтеуір әділдігін айтарсың. Мен қазір ештеңе айта алмаймын, деді Иманжүсіп. Кісі өлімі болды. Оған араласа алмаймын. Бұл Оязнайдың жұмысы. Бірақ болыс пен урядниктің айтқандарына еріп нелерің бар еді. Олар сендерге қанша жақсылық ойлап жүр дейсіңдер. Түбінде мекен болуға жарайтын жер бөліп беріңдер деп өзімізден сұрасаңдар да алатын едіңдер ғой. Болыстан сұрап нелерің бар еді. Ойбай-ау, болыстың алдына бармақ түгіл қайда екенін білмейміз. Өзінің мекені аспанда ма, жерде ме? Одан біз жер сұрағамыз жоқ. Бір күні Пергісіпкен шауып келді де, Күйгенжардағы Құтпан ауылы көшетін болды. Соның орнын сендерге берілсін деп шешті ұлықтар. Бәрің жиналып жүріңдер. Ата мекенімізді бермейміз деп, бірлі жарым ши шығарып төбелес бола қалса, өкініп жүрмеңдер. Құр қол бармаңдар, деді. Жерің өзіңе, өлмеспіз, бас аман болсыншы. Енді қайтеміз, айтшы ақылыңды, Жүсіп. Жаның қысылғанда ғана кіреді екен ғой ақыл. Сендердей 200-ді опасыз адамдар болмас, деді Иманжүсіп ішінен.
Мен бұл арада ештеңе дей алмаймын. Қараөткелдің ұлықтары не дер екен, соны күт. Чулаков пен Райымхан қазақ пен орыстың арасын аша түспесе, қоса түсу жағында еместі. Райымханның ойы Иманжүсіпті тым болмаса осы арада сүріндіру. Жаңағыдай қырғынның ішінде өзі болмағанына өкінді. Атып-ақ салатын еді. Кім біліп кім қойып жатыр. Әсіресе қазақ жағы мылтық көрінсе көзін жұмып, көрден көрге тығылады. Өлген қазақ, өлтірген орыс. Қазақтың қанға қан дегені, Егорды қолыма бер, қанын өзім шашам дегені. Осыны Шолақ Оязға барып айтпақ. Орысқа оның қаны қызуы сөзсіз. Қазақтардың соңына соны салмақ. Егер Иманжүсіп болмаса, осындай төбелес тумас еді. Орыс пен қазақ біріне бірі сойыл алып ұмтылмайтын еді. Бар пәле сонда демек. Шақырып алып, отқа май құйған сенсің деп абақтыға жаптырмақ. Бұрынғысы да аз емес, әбден ызасы өтті. Бірақ шақырғанға келеме ол. Фельдшер өлген адамды тексеріп келіп, желкеден жоғарырақ, төбеден төменірек қатты нәрсе тиген. Содан қарақұс ойылып, сынған сүйектің бір ұшы миға кіріп кеткен. Адам содан өлген деп тапты. Сонда ұрған адам әдейілеп ұрған ба, әлде айырдың сабы қатты тиген бе деп шуласты жұрт. Оны қайдан білсін фельдшер? Әдейі ұрған деп қазақтар жағын шулатты Райымханның өзі өңештеп. Қатеден тиген деді орыстар. Орыстардың сөзін сөйлеген қазақтар да болды. Оған Райымхан ақырды. Намысы жоқ, ынжық ит, қатеден тигенге қазақ өлуші ме еді? Өлген қазақты ағайын туысы ел жұрты алып кетіп, ауылдан бие байлам жердегі зиратқа көмген. Кеше 7-сі де берілді. Құран оқылып, шелпек желінді. Тағы Құран оқылды. Одан кейін ет келді. Еттің алдында бір молда тәбәрік оқыды. Еттен кейін бір молда Ясин оқыды. Осы үйге жиналғаннан бастап шелпек желініп, тарар алдында шай ішіліп болғанша 6-7 рет Құран оқылды да әркім өз жайына кетті. Құдайдың бұйрығы осы, ажалдың жеткен жері осы деп тарасты ет пен қымызға тойған қазақтар шығып бара жатып. Сонымен мұндағы шаруа тынышталды. Бірақ Ояз кеңсесінде Райымхан төңірегіндегі дырду әлі басылған жоқ. Жігіттің өліміне жаны күйген ағайын бірінен соң бірі жаңадан табылғандай бір басылып бара жатады да қайтадан өршиді. Басатын да өздері ұлықтардың, өшіретін де өздері. Әсіресе Райымхан болыс. Қазақтың намысын іздегенсіп, Шолақ Оязға маза бермейді. Сонда не істейміз дейді Чулаков. Айтшы ойыңды. Айтсам, қазақ мұндайда құнға қан алмай тынбайды. Жазаның ауыры өлтірген адамды асау аттың құйрығына байлап қоя беру. Бұл тағылық қой. Ақсақалдарың, билерің не дейді? Соны айтады. Жоқ, оған жол жоқ. Оны істете алмаймыз. Әйтпесе, деді Райымхан, осы жанжалдың тууына себеп болған Иманжүсіп деп отырмыз ғой. Сол өлтірген орысты өзінің қамшысымен жонын қуалата бір тартсын. Орыс баласы өлсе өліп кетті, өлмесе Иманжүсіп өлген қазақтың құнын өзі төлесін. Ақсақалдардың сөзі осы. Чулаков ойланып қалды. Осындай да билік бар екен-ау қазақтарда. Тыңдамасқа болмайды. Кісіміз өлді, сөзіміз аяқсыз қалды деп губернаторға өз үстімізден арыз айтса, ол да жақсы емес. Әгәр да осы бір шатақ болмағанда, Чулаков қар түскен соң 3-4 шана жектіріп, омбыға Иманжүсіппен соғысатын қарулы 50 солдат сұрауға генерал-губернатордың алдына бармақ болып қамданып жүрген. Мынадай шатақты тастап қалай кете аласың? Біреуі әрі итеріп, біреуі бері тартып жүргенде күз де өтті, қыс та түсті. Райымхан 2 күнде бір келеді Ояз кеңсесіне. Өлген жігіттің ағайын туыстары сөзіміз аяқсыз қалғаны ма, қанымыз сұраусыз кеткені ме деп мазамды алып барады. Не істейміз? Бәрі сіздің аузыңызға қарап отыр. Сонда олардың тілейтіні не? Құтпан баласы орысты қамшысымен бір тартсын. Өліп кетсе бәрі де салауат. Тірі қалса құн төлесін дейді. Райымханның айтқаны түгел бекер.
Оны Чулаков біліп отырған жоқ. Чулаков тағы 1-2 ай ойланды. Ақырында болсын деп көнді. Қар биыл ерте кеткен. Көк шығып қалған. Қараөткелдің базары қызбаған кез. Базар алаңы қызылды жасылды масаты кілем төсеп тастағандай құлпырады. Егор қыс бойы түрмеде. Тамақ жеткізіп тұруға Александровтың да халы белгілі. Жігіттің бет аузы шөмиіп, жақ сүйегі шодырайып, құр сүлдері қалған. Қараөткелдің ақсақалдары мен билері осындай билік айтыпты. Оны Шолақ Ояз дұрыс депті деген хабар Есіл мен Нұра бойындағы қалың елге тарап жатты. Естіген жұрт жағасын ұстады. Мына шіркінді Құдай атар, болар іс болды. Өлер жігіт өлді, ажал жетті. Соның қаны үшін орыстың өрімдей жас баласын ұрып өлтірем дегені несі? Қой деу керек. Ал Иманжүсіп бұл биліктің өзіне құрылған қақпан екенін түсінді. Былтырдан бері ол Қараөткелдің қаласына көп бармайтын. Барса көзге түспей ағып өтетін. Келіп кетті деп естігенде Чулаков пен Жылқыбаев сандарын соғып, тістерін шықырлатып, сен не бітіріп жүрсің деп Пересыпкинге кіжінетін де қоятын. Бұл жолы Иманжүсіпті шақыртқан Шолақ Ояз да Райымхан да емес. Қараөткелдің ақсақалдары, билері, қожа молдалары еді. Иманжүсіп Жексен мен Қаратайды Өтепті шақырып алды. Шоңай да келді. Барма деді олар. Осының түбі жаман болады, пәлеге қаласың. Жоқ, барамын. Бармасам қорықты дейді. Айыпты екенін мойындады дейді. Барамын. Ұрамын Егорды, өлтіремін. Әй, не деп тұрсың өзің деп Шоңай шошып кетті. Басқалары да таңданып, қозғалысып қалды. Кішкене сабыр етіңдер, кейін түсінесіңдер. Тек қару-жарақтарың бойларыңда болсын. Қанша Иманжүсіп болғанмен тышқан мұрнын қанатып көрген жан емес едің. Мынауыңа мен түсінбедім. Кейін түсінесіңдер дедім ғой. Бүгін жұрт базарға жиналып жатқан жоқ. Ата-бабасы естіп білмеген сұмдықты көруге жиналып жатыр. Бір жұма бұрын ауылнайлар мен поштабайлар, шабармандар мен стражниктер ел-елге шығып хабар шашқан. Қаланың өр шетінен ағылып жатқан аттылы жаяулы халық. Есілдің арғы бетіндегі Жолаба қыпшақ, Қылмойын қыпшақ, Тұрымтай қыпшақ, бергі бетіндегі Күрлеуіт қыпшақ, Қарабалақ қыпшақ, Нұра бойындағы Бабатай, Сейтен, одан әрі Көкболат пен Көкпектіні жайлайтын қуандық балалары түн қата келіп жетіп тұр. Әкімдер жағы екі жар болып жайғасты. Бір жағы Шолақ Ояз бастаған айыпкер тобы. Оның өне бойы сап-сары ала. Екі жақ мұртының шалғысын ширатып апарып, екі құлағына асып қойыпты. Түсі суық. Қарасын алыстан көрген адам зәресі ұшып, жерге кіріп кеткендей болады. Сол жақ жамбасында ұзындығы сынық құлаш қылыш. Оң қолы жалт-жұлт еткен белбеуінде. Екінші топтың алдында Райымхан Жылқыбаев. Бұл жәбір көрген, жапа шеккен топтың сөзін сөйлеп, жоғын жоқтауға келіп отырған талапкер топ. Қылыштары мен алтатарын ішіне тығып, Пересыпкин бастаған 5-6 стражник шеткерек келіп елеусіз тұр. Чулаков отырған жоқ, түрегеп тұрған бойы сөз бастады. Мырзалар, деді ол, екі жақ мұртын оң қолымен бір-бір сипап өтіп. Былтыр жаз Күйгенжарда үлкен бүлік болғанын білесіңдер деп жан-жағына қарады. Көпшілік үндеген жоқ. Тек Райымханға жақын отырған біреулер білеміз деп дауыстады. Кей біреулерінің көмейлері бүлкілдеді. Ол бүлікті шығарған Хутфанов Иманжүсіп деген конократ бұзық бунтарь. Соның қырсығынан Егор Александров ағаш айырдың сабымен бір қазақты ұрып өлтірген. Қараөткелдің ақсақалдары, билері, ишан хазіреттері мұның жаласы бүлікке өрт салған соң Хутфановқа жабылсын деп тапқан. Олардың айтқан билігі Хутфанов Егорды қамшымен ұрсын. Егор өліп кетсе, өлген қазақтың құны сонымен өтеледі. Өлмей тірі қалса, құнын Хутфанов төлейді. Өйткені Александровтарда құн төлейтін хал жоқ. Астапыралла деп шулап кетті екі жақ бірдей. Осындай да билік болама. Мынау есі дұрыс адамның билігі емес.
Мұндай билікті жеті ата жеті мысында естіген қазақ жоқ. Мынау барып тұрған арандату, орыс пен қазақ өмір бақи бірімен бірі шайнасып өтсін деген билік қой. Иманжүсіп дойыр қамшысымен жонын қуалата осып жіберсе тіліп түсер. Одан 40 жаны болса да тірі қалатын адам бола ма? Сонда Иманжүсіп ұрамын деп пе? Ұрады, деді Шолақ-Ояз. Ел иелерінің билігіне бағынбай қайда барады ол? Қой, Иманжүсіп оған көне қоймас. Көнсе есінен ауысқан шығар. Сері болғанда, балуан, батыр болғанда өстіп болам екен. Қой деу керек. Рас, ұрасың ба орыс баласын Иманжүсіп-ау? Рас ағайын, деді ол қалың топтың алдына шығып. Өлер жігіт өліп кетті. Ажалының жеткен жері сол шығар. Енді қайтып тірілмейді. Жаны жәннатта болсын. Аруағын күңірентіп қайтеміз. Қоныстас көрші отырған екі ел өштесіп, жауласып кетер. Осыны қояйық деп қанша айттық. Оған мына отырған Райымхан болыс көнбеді. Қанға қан деп қазақтарды желіктірді. Онымен қоймай, ақсақалдар мен билерді, ишан хазіреттерді жинап, жаңағыдай билік шығартты. Олар өздерінің ақылы жетіп осылай істеп отырған жоқ. Райымханның айтқанына көніп, айдауына жүріп кетті. Егор жігітті әдейілеп ұрып өлтірді дей алмаймын. Александровтардың 4 баласының 4-еуі де жақсы жігіттер, әсіресе Егор. Бәсе, ақылынан адасты дейсің бе? Тек қамшымен сипап өтіп, ырымын жасайды екен ғой. Сонда құда да тыныш, құдағи да тыныш. Екі жақ сонымен бітетін болды. Сонымен ұзын сөздің қысқасы, орыс жігітін ұрасың ба, деді шеткерірек отырған біреу. Ұрамын. Мына қамшымен жонын қуалай осып жіберемін, аямаймын. Билікті шығарған мына отырғандар деп Райымхан жақты көрсетті. Ал шығартқан Райымхан болыс. Егор өліп кетсе, қаны осылардың мойнында. Мен билікті орындаушымын. Ойбай-ай, ойбай, бұл өлтіреді екен, өлтіреді. Өлтіреді екен. Райымхан екеуінің арасы көптен бері ит пен мысықтай. Мұның да істемегені жоқ қой Жылқыбай балаларына. Бірін-бірі атарға оғы жоқ. Сөзінің төркіні жаман. Билік шығартқан Райымхан болыстың өзі болса, обалы соған деп өлтіріп жібереді екен. Шуламаңдар, деп ақырды Шолақ-Ояз. Ұлықтың көлеңкесінен қорқатын қазақ тым-тырыс бола қалды. Сол кезде 3 стражник абақтыдан Егорды шығарып әкеле жатты. Оның қол аяғы байлаулы, өзі әбден жүдеген, зәре жоқ, қалш-қалш етеді. Чулаков қолын көтерді. Отырсын, Егор Александров, отырғызыңдар. Стражниктер біреуі сүйемелдеп, біреуі итермелеп әкеп, Егорды жүресінен отырғызды. Ал, ұр Хутфанов. Иманжүсіп аяғын жай басып ортаға шықты. Қамшысын екі бүктеп артына ұстапты. Райымханға қарап сөйлеп кетті. Билік сенікі ғой, Райымхан мырза. Жалғыз менікі емес, мына отырған ел адамдары бәрі бас қосып шығарды. Бұл билікті Қараөткелдің ауыздары дуалы байлары мен саудагерлері түгел мақұлдаған. Оязнай мырзаның өзі де дұрыс деген. Жоқ, олай бұлтара алмайсың. Сенің ол сөзіңе кәпір де мұсылман да сенбейді. Бұл заманда бастықтың сөзі Құдай сөзінен де құдіретті. Қай заманда да хан деген жоқ, бастықтар ғана бар. Ханың мал сияқты бастықтардың айдауында. Мен ана шулап тұрғандардың бірі емеспін. Иманжүсіппін. Мен ұрамын. Орыс баласы өліп кетсе, қаны сенің мойныңда. Өлсе, сенің қолыңнан өледі. Құдай алдында менен бұрын сен жауап бересің, оны ұмытпа. Ана дүниені барғанда көре жатармыз. Мына отырған халықтың алдына масқара болатын сенсің. Ал жамағат, деп Иманжүсіп көпшілікке қарады. Даусы саңқ етіп, бүкіл Қараөткелдің көшелеріне кетіп жатты. Билік Райымхандікі, орындаушы мен. Осыны ұмытпаңдар. Аяғын жітірек басып арқан бойы кетті де, шала жансар отырған Егорға қарай қайта қайтты. Дәл жанына таяп барды да тағы жүріп кетті. Сөйтіп 3 барып 3 келді. Ұрарын да ұрмасын да білмей қиналып жүр. Ұрайын десе, Егорды өлімге қимайды. Александровтарды аяйды.
Ұрмайын десе, Райымханда кегі кеткендей көреді. Ең ақырында қамшысын ала салып, Егорды тартып жіберді. Не істегенін өзі де білмей қалғандай еді. Егор ет бетінен жығылды. Қол аяғы дірілдеп талып кетті. Базар алаңы у-да шу. Тигені бірін-бірі ұрады, тимегені жерді ұрады. Халық мылтық даусы шыққан соң ғана басылды. Бірінің артына бірі тығылып, сөйтсе ғана жаны қалатындай бұға берді. Егордың қасында Александров пен Марфа 3 баласы қалған. Александровтың есі жаңа кіріп келеді. Алғашқы бетте не болғанын білген жоқ. Сіресіп кеткен Егордың үстіне өкіре құлаған. Түсінен адам шошығандай. Қолына түскен жанды түтіп тастайтындай жұдырығын түйіп тісін шықырлатады. Әкел бері, әкелші мұнда деп ақырды. Кімді әкел дейсің, деді құшақтап, қысып босатпай отырған қазақтар мен орыстар. Болысты әкел деймін, Оязнайды әкел деймін. Әкеліңдер ойбай, қанын ішем деп жұлқынады Александров. Марфаның алғаш шыр еткені басылды. Тек солқылдап жылай береді. Бірдемелерді айтып ыңырсиды. Ұйықтап кетіп түс көрген адам тәрізді. Сөзіне адам түсінетін емес, талып кетті. Сол кезде Иманжүсіп көптің арасынан сытылып шыға берген. Жексен де Теңбілкөкті жетелей келіп қалып еді. Ал кеттік, деді болыстың жаңа поштабайы. Мұны Райымхан әзір сыры белгісіз, көбі танымайтын да шығар деп қазақтардың арасына сіңіріп жіберген. Иманжүсіптің жүрген тұрған ізін, сөйлеген сөзін аңдытып қойған болыс оған. Айырылдық тағы, атыңдар, көздеп атыңдар деп шыбын шіркей болды Райымхан. Атпаңдар, тірідей ұстаңдар деп ақырды Чулаков. Жан жақтан солдат қаптап кетті. Мылтықтар аспанға атылып жатыр. Қылыштар жарқ-жұрқ етеді. Бұлар қаптай жүгіріп келіп, Иманжүсіп пен Жексеннің арасына лап қойды. Иманжүсіптің тақымы Теңбілкөкке бір тисе, қош есен бол, қарасын да көрсетпейді. Енді бәрібір құтылмайсың, Құтпанов. Ең алдымен өзіңді, мына тұрған ағаңды, 2 серігіңді атамын. Мылтықтың құдіретін білесің ғой. Сені жақтаған қазақтың көбі қырылады, обалына қаласың. Баяғыдақ жайрататын едім. Чулаков мырза тірідей ұстаңдар деп бұйырды. Содан шығалмай тұрмын. Әйтпесе, сенің маған істегенің үшін бүкіл Құтпан ұрпағын құртып жіберер едім деп ат үстінен айғай салды Пересыпкин. Ойбай, Жүсіпжан, мынау қанына қарайған екен, қашсаң бірақ басады. Жан тірі жүрсе, Құдайдың жазғанын көрерміз, қолдарына ақ түсші. Өлтіріп жібере қоймас. Бар малымыз, жанымыз сенің жолыңа құрбан. Бізді қойшы, қартайған әке мен шешені естерінен тандырып сабап жатса, қалай шыдап тұра аламыз деп шоңай зар илеп інісінің жанына келді. Имеке, сізді құтқарып қалуға Құдай алдында, аруақ алдында ант беремін. Әзір мына Шөкеңнің сөзіне көніңіз деп Жексен де жік жапар болды. Қаратай да соны айтты. Ал, Райымхан болыс, Шолақ Ояз, екеуіңнің қолдарыңның қышуы қансын. Мен қарсылық жасамай қолға түсейін. Тек қартайған әке-шешем, туған туысқандарыма, қатын қалаш бала шағаға тимеңдер. Ақырын көре жатармыз деп қолын көтерді Иманжүсіп. Байлаңдар қолын деген жан даусы шықты Райымханның. Қолы бос болса, бәріңді жайратып кетеді. Байлаймын десең байла, бірақ мен сөзімнен қайтпаймын. Күшім жетпейді. Тек тілім кесіліп қалмаса, сенімен кезек келгенде сөйлесермін, Райымхан мырза, деді Иманжүсіп дауыстап. Пересыпкин атынан секіріп түсті де, Иманжүсіптің 2 қолын артына өзі байлады. Жүр деп бөкседен бір тепті. Алып жүріңдер, жалғасы бар.